Сәлеметсіздер ме балалар? Математикадан 2 бөлімнің 53-ші сабағы шеңбер, дөңгелек және олардың элементтері тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгін сендер шеңбер, дөңгелек және олардың элементтерімен танысатын боласыңдар. Балалар, суреттегі заттардың қандай айырмашылығы бар? Жарайсыңдар, шеңбер ортасы қос, сақина тәрізді болса, ал дөңгелек беті бітеу фигура. Шеңбер дегеніміз бұл дөңгелектің шекарасы. Ал дөңгелек барлық нүктелері центрден бірдей қашықтықта орналасқан сызықпен шектелген жазық фигура. Ал енді шеңбер мен дөңгелектің элементтерімен танысайық. О нүктесі дөңгелектің немесе шеңбердің центрі болып табылады. Радиус R шеңбердің центрін оның бойында жатқан кез келген нүктемен қосатын кесінді. AV диаметр шеңбердің центрі арқылы өтетін және шеңбердің екі нүктесін қосатын кесінді. О нүкте, радиус R, диаметр D. Бұлар латын әріптерімен белгіленеді. Ал енді балалар, оқулығымыздағы осы танысқан дөңгелек пен шеңбердің радиусы мен диаметрін өлшеп көрейік. Жарайсыңдар, радиусы 2 сантиметрге, ал диаметрі 4 сантиметрге тең екен. Балалар, оқулығымыздың 31-ші бетіндегі 2-ші тапсырмадағы сұрақтарға жауап берейік. Қай сызбада шеңберлердің центрі ортақ? Осы шеңберлердің радиусының ұзындығы бірдей ме? Я, дұрыс айтасыңдар. Ортақ және үшінші суреттегі шеңберлердің центрі ортақ және шеңберлердің радиусының ұзындығы әртүрлі. Қай сызбада шеңберлердің радиусы ортақ және радиустарының ұзындығы әртүрлі? Дұрыс, үшінші суреттегі шеңберлердің центрі радиустарының ұзындығы әртүрлі. Екі әртүрлі шеңбердің центрлері ортақ және радиустары бірдей бола ма? Жарайсыңдар, екі әртүрлі шеңберлердің центрлері ортақ және радиустары бірдей бола алмайды. Қай суретте шеңберлердің центрі ортақ емес және радиустарының ұзындығы бірдей? Дұрыс, 4-ші, 5-ші суреттерде шеңберлердің центрі ортақ емес және радиустарының ұзындығы бірдей. Қай суретте шеңберлердің центрі ортақ емес және радиустарының ұзындығы әртүрлі? Дұрыс балалар, 1-ші, 2-ші суреттерде шеңберлердің центрі ортақ емес және радиустарының ұзындығы әртүрлі екен. Ал енді балалар, 3-ші тапсырмада шеңбер сызуды бізге тапсырыпты. Шеңбер сызу үшін бізге не қажет? Дұрыс айтасыңдар, циркуль қажет екен. Бұл циркуль шеңберлер мен доғаларды салуға арналған құрал. Енді берілген радиустағы шеңберді салу ретімен жұмыс жасайық.
бірінші циркульдің инесін 0-ге, ал қарындашы бар ұшын сызғыштың 3 см деген бөлігіне қой. Ал екінші осы өлшеммен циркульді дәптерге қой. Соңында циркульдің қарындашы бар ұшын дәптердің бетімен мұқият айналдыр. Осы шеңбердің диаметрі қанша сантиметрге тең болады? Дұрыс, 6 сантиметрге тең екен. Енді оқулығымыздағы 4-ші есепке назар аударайық. Дәптерімізге радиусы 2 сантиметр, 3 сантиметр, 1 сантиметрге тең болатын шеңбер сызып қояйық. Жарайсыңдар балалар, енді осы сызылған шеңберлердің диаметрін өлшеп шығайық. Егер шеңбердің радиусы 2 сантиметрге тең болса, оның диаметрі 4 сантиметрге, ал радиусы 3 сантиметрге тең болса, диаметрі 6 сантиметрге. Радиусы 1 сантиметрге тең болса, диаметрі 2 сантиметрге тең болады екен. Балалар, шеңбердің радиусы оның диаметрінен қанша есеге кіші болады? Дұрыс, шеңбердің радиусы оның диаметрінен 2 есеге кіші болады екен. Енді оқулығымыздың 32-ші бетіндегі 5-ші есептегі санның үлесін табуға берілген есепке назар аударайық. Адам тәуліктің 3-тен 1 бөлігін ұйықтайды, ал қалған уақытында ояу болады. Адам қанша уақыт ұйықтайды, қанша уақыт ояу болады? Балалар, бір тәулік неше сағатты құрайды? Дұрыс, бір тәулікте 24 сағат бар екен. Ал адамның ұйықтауға кеткен уақытын қалай табамыз? Жарайсыңдар, 24-ті 3-ке бөлгендегі бөліндінің мәні 8 сағат. Бұл адамның ұйықтауға жұмсайтын уақыты екен. Ал қанша уақыт ояу болады екен? Дұрыс айтасың, 24 сағаттан ұйықтауға кеткен 8 сағатын шегерсек, 16 сағат оның тіршілік етуіне жұмсалады екен. Енді осы есептің шартын құрып көрейік. Жауабы 8 сағат ұйықтайды, 16 сағат ояу болады.